Ассалаумағалейкум. Мен Жұмағұлқызы Сәулехан, практик психолог. Сіздермен ер азаматыңызбен жақсы қарым-қатынас орнату үшін 4 кеңеспен бөліскім келеді. 10 жылда ер азаматымен бір ретте сөзге келмеген әйел ретінде мен сіздерге мыналарды ұсынамын. Біріншіден, алтын басты әйелден бақа басты еркек артық ережетін ұстаныңыздар. Мейлі, сіз еріңізден көп ақша тапсаңыз да, еріңіздің тапқан айлығында береке бар. Оны мойындау керек. Екіншіден, еріңіздің сізге жасаған жақсылықтарын дәптеріңізге түртіп жазып жүріңіздер. Жазу миға ақпаратты ылғи жақсы жеткізеді. Және де сіз ойыңызда еріңіздің жақсы қасиеттерін біле жүре, қандай жақсы ер азаматқа лайық екендігіңізді түсінетін боласыз, әрі бақытқа бөленіп жүресіз. Үшіншіден, еріңізге сіз деп сөйлеуді әдетке айналдырыңыз. Сіз деп майысып тұрған келіншекке ер азамат дауласу туралы ойламайды да тіпті. Ең кереметі, еріңізді атымен атамаңыз. Оған отағасы, мырза, әкесі сынды жағымды сөздерді айтып жүрсеңіз, өзіне деген сенімдігін арттырады және де жағымды әсер қалдырады. Осындай әдеттерді ұстанып жүрген келіншегіне ер азаматыңыз дөрекі сөйлеу түгілі қатты сөз айтудан ұстанатын болады. Бұның барлығын мен өз тәжірибемде қолданамын және сізге де ұсынамын.